Саламатсыздарбы құрметті 4 сыныптың оқушылары, мен Қуаныш ағайларың. Бүгін 4 сыныптың математика сабағынан 140 сабақ, яғни бөлімдері бірдей жай бөлшектер бар өрнектерді салыстыруды көрсетіп, сол сабаққа сәйкес есептерді шығару жолдарын түсіндіріп беретін боламын. Ал кеттік. Бірінші тапсырма бойынша бөлшектерді оқы, әр сан нені білдіретінін түсіндір. Бөлшектерді 2-2-ден салыстыр, бөлімдері бірдей бөлшектерді салыстырған кезде алымы көбірек бөлшек үлкен болып табылады. Неліктен түсіндір деп тұр. Мына берілген бойынша мен жазып шығам. Бірінші, мына тік төртбұрыштың ішінде жұлдызшалар бар ғой, соған сәйкес әрбір тік төртбұрыш теңдей бөліктерге бөлінген. Санап шығамыз. Бірінші қанша бөлікке бөлінген? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бір бүтінді 12-ге бөлген. Демек, 12-ні мен бөліміне жазам, яғни астына жазам. Бөлшектің астына жаздым. Енді соның боялған бөлігін есептейміз. Боялған бөлігі 1, 2, 3, 4, 5. 12-ден 5 бөлігі. Яғни мына бір бүтін тік төртбұрыш теңдей 12-ге бөлінген, соның 5 бөлігі боялған деген мағынаны білдіреді. 12-ден 5. Одан кейінгісі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Яғни бұл тік төртбұрышта тең 12-ге бөлінген, соның қанша бөлігі боялған? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бөлігі боялған. Келесі тік төртбұрышты көреміз. Ол тең қанша бөлікке бөлінген санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Яғни теңдей 16-ға бөлінген. Астына қанша тең бөлікке бөлінген, соны астына жазамыз. Бір бүтінді қанша теңдей бөліктерге бөліп тұр. Ол бөліміне, яғни бөлшектің астына жазылады. Соның қаншасы боялған? 1, 2, 3, 4. 16-дан 4 боялған. Келесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни бұл да 16-ға бөлінген. 8 астында, 8 үстінде екі қатардан. Соның қанша бөлігі боялған? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бөлігі. 16-дан 6-сы боялған. Енді бөлімдері бірдей жай бөлшектерді салыстырамыз. 12-ден 5. 12-ден 5 деген мынау тік төртбұрышқа сәйкес айтылып тұр. 12-ден 8 деген мынаған сәйкес айтылып тұр. 12-ден 5 және 12-ден 8. Бұл жерде үлкені, яғни алымында үлкен сан жазылған үлкен болып тұр. Себебін түсіндіріп берем қазір. 12-ден 8, яғни үлкен болады 12-ден 5-ден. Көріп тұрғандарыңдай, яғни тік төртбұрыштың көп бөлігі, яғни 12-ден 8 бөлігі көп бөлігі боялып тұр, аз бөлігі 12-ден 5, яғни ол аз бөлігі боялып тұрған біреу. Я болмаса бұлай түсіндіруге болады. 5 дана алманы 12-ге бөлгеніміз үлкен бола ма? Жоқ, 8 алманы 12-ге бөлген үлкен бола ма? Әлбетте, көбірек алманы 12-ге бөлгеніміз үлкен болады. Аз алманы 12-ге бөлгеннен, оның ішінде көп алманы 12-ге бөлсек, ол үлкендеу, яғни дәу болады ғой, бөлген алма. Сол сияқты ғой бұл мысал. Я болмаса мына жерден де көрініп тұр сызбадан да. Келесі екеуін салыстырамыз. Бөлімдері бірдей 16-дан 4 және 16-дан 6. Оны біліп тұрсыңдар, яғни 16-дан 6 үлкен болып тұр. Көрініп тұр ғой мына жерде де, яғни көп бөлігі боялғаны, ол үлкен болып тұр. Қанша бөлігі боялғаны, яғни қанша бөлігі бізге қажет екенін біз алымында көрсетеміз. Сол алымында көрсетілген қайсы біреу үлкен болса, сол үлкен болады. Берілген жай бөлшектердің бөлімдері бірдей болса, бөлімі деген мына астында жазылған сандарын айтамыз. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу ережесін есіңе түсір және есептеп шық дейді. Мен кішкене түсіндіріп, есептеп көрсетіп беремін. Бөлімдері деген мына астындағы сандар бірдей болса, онда оларды қосуға, азайтуға біз яғни мүмкіншілігіміз бар, онымен танысқанбыз. Яғни бөлім бірдей болса, бөлімі жалпыға бірдей 90 деп жазамыз. Енді алымдары барлығы қосу десе, ортада қосу болса қосылып шығады, азайту десе азайтылып шығады. 35-ке 33-ті қосамыз, мынау қосуға сәйкес. Ол кезде 68 шығады, оған 8-ті қосамыз, 76 шығады. Келесінде бірінші жақшаны орындап, одан кейін азайтсақ та болады, я болмаса тікелей жақшаны алып тастап, орындауға да болады, бірақ бірінші жақшаның ішін орындап алайық. Жақшаның ішінен 45-тен 13 шығады. Сол кезде бөлімі 45 болады, 14-тен азайтамыз 13-ті. Сонда 45-тен 1 шығады. Келесі, бұл жерде де барлығының бөлімінде 190 шығып тұр. Бірінші жақшаның ішін орындап аламыз, 15-ке 20-ны қостық 35, 70-тен 35-ті азайтсақ 35.
Келесі тапсырма 12, яғни бөлімінде 12 өз бойынша жазылады. 5-тен 1-ді азайттық 4, 6-ға 4-ті қостық 10, 12-ден 10. Келесі 300 бөлімінде жазылған. 10-ға 90 қостық 100, 121-ден 100-ді азайтсақ 21, 300-ден 21 шығады. Келесі бөлімінде барлығында 100, бізде 100-ді жазып қоямыз. Жақшаның ішінде 25-ке 17-ні қосамыз. Ол жерде 42, 43-тен 42-ні азайтсақ 100-ден 1 шығады. Келесі тапсырмаға көшеміз. Үшінші тапсырма салыстыр дейді. Екі бөлшекті салыстыру кезінде неге қарауымыз керек? Бұл жерде тек қана орындауымыз керек екен, яғни қосу берілген, яғни қосуды орындаймыз. Бөлімі 1-дей 90, бөлімі 1-дей 90, яғни бөлімі 1-дей болған жай бөлшектерді салыстыруға болады. Бөлімдері 1-дей болса, алымына қараймыз. Алымында үлкен болғаны үлкен болады деген ережесі бар. 15-ке 12-ні қосам 27, 1-ге 40-ті қосам 41, демек оң жағы үлкен екен. 90-нан 27 мен 90-нан 41 деген шықты. Келесі азайту кезінде 12-ден 1 болады. 2-ден 1-ді азайтамыз. 12, 5-тен 2-ні азайтсақ 3, 12-ден 3, демек оң жағы үлкен, мынау үлкен болады. Келесі қосу берілген. 120-дан 77-ге 42-ні қоссақ 119. 61-ге 21-ді қоссақ 120-дан 82, демек сол жағы үлкен болады. 30, яғни ортақ бөлімі 30 болды, 5-ке 3-ті қостық 8 болды. Келесі 30 болды, 5-ке 2-ні қостық 7, демек сол жағы үлкен болады. Міне. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма 4-ші тапсырма. Сандардың 3-тен 1-і және 10-нан 1 бөлігін тап дейді. 3-тен 1 бөлігі және 10-нан 1 бөлігін табу үшін қараңдар. Бұның бірінші мағынасын түсініп алуымыз керек. 3-тен 1 бөлігі дегеніміз, яғни мына берілген санны тең 3-ке бөліп, соның 1 бөлігін аламын деген сөз. Түсінікті ғой? Астындағы 3 дегеніміз ол тең 3-ке бөлеміз деген сөз. Үстіндегі 1 дегеніміз соның 1 бөлігі. 360-ты бөлеміз, 360 мыңды бөлеміз 3-ке. Оны көбейтеміз. Қанша бөлігі деп тұр? 1 бөлігі. Яғни айтқан бөлігіне көбейтеміз. 360 мыңды 3-ке бөлсек 120 мың. 1-ге көбейтсек 120 мың өзі бойынша қалады. Келесі 420 мыңды 3-ке бөліп 1-ге көбейтеміз оны да. 420 мың бөлінген 3 көбейген 1. 3-ке бөлсек 13 мың болады. 14 мың болады. 14. 1-ге көбейтсек сол 14 мың өзі бойынша қалады. 3 мыңды келесі, яғни 3 мың бөлінген 3 көбейген 1. 3 мың 3-ке бөлсек 1000, оны 1-ге көбейтсек 1000 өзі бойынша қалады. Енді 10-нан 1 деп тұр. 10-нан 1 деген сөз дәл осы сандарды 10-ға бөліп 1-ге көбейтеміз деген сөз. О 360 мыңды бөлеміз 10-ға, көбейтеміз 1-ге, сонда 36 мың шығады. 42 мың 420 мыңды, яғни мына жерде 27 мың қалып кетті, қазір көрсетіп берем онда. 420 мыңды бөлеміз 10-ға, көбейтеміз 1-ге, сонда 42 мың шығады. Келесі 27 мың көрсетіп жіберейін бұл жерде. 27 мыңды бөлеміз 10-ға, көбейтеміз 1-ге, 2700 шығады. Одан кейін 3 мыңды бөлеміз 10-ға, көбейтеміз 1-ге, 300 шығады. Мына жерде 27 мыңды біз жоғарыдағы 3-ке бөлген жоқпыз. 27 мың бөлінген 3 көбейген 1. Бұл жерде 9 мың шығады. Түсінікті деп ойлаймын, яғни бұл есептің шарты да, шартылу жолы да. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма 5-ші есеп. Есептеңдер дейді. Есептеу беріліпті. Бөлімдері 1-дей көріп тұрғандағыдай, бөлімдері 1-дей болса, бөлімін өзі бойынша жазамыз. Ең бірінші бөлімдеріне қарап аламыз. Бөлімдері 1-дей болған сандарды қосу және азайтуға болады. 8-ге 4-ті қосамыз 12, оған 6-ны қосамыз 18. 30-дан 18 шықты. Келесі бөлімдері 1-дей 70. 5-ке 26-ны 31, 64-тен 31-ді азайтамыз 33. Келесі есепте жақшаның іші орындалады. Барлығының бөлімі 60, 41-ден 16-ны азайтамыз, ол кезде 25 шығады. 25-ке мына сандарды қосамыз. 25-ке 34-ті қоссақ 59 болады, оған 8-ді қоссақ 67 болады. 60-дан 67 бұл аралас сан шығартуға болады. 1,60-дан 67. 7 болады, кешіресіздер. 1,60-дан 7 болады.
Келесі есепте бөлімі 15. Ал 14-тен 4-ті азайтамыз 10, 10-ды қостық 20. Бұл жерде де аралас сан шығады. 1,15-тен 5 болады. Келесі 67 екен барлығында. 67 деп қойып аламыз. 13-тен 6-ны азайтамыз 7, 7-ден 6-ны азайтамыз 1. 67-ден 1 болады. Келесі 46 екен. 28-ден бірінші 30-дан 2-ні азайтып аламыз. 28 болады. 28-ден 28-ді азайтсақ 0 болады. 0-ді 46-ға бөлсек 0 шығады жауабы. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма кезектегі салыстыру берілген. Салыстыру өте бір логикаға жақын, әдемі бір есеп түрінде беріліпті. Бір тәулікке сәйкес айтылған мына жерде. Тәуліктің 4-тен 1 бөлігі. Бір тәулікте қанша сағат бар? Не болмаса қанша минут бар? Соны анықтап аламыз. Бір тәулікте 24 сағат бар. 24-тің 4-тен 1 бөлігі. Демек, бөлеміз 4-ке, көбейтеміз 1-ге деген сөз. 24-ті 4-ке бөлсек 6, 1-ге көбейтсек тағы 6 шығады. Ол 6 сағат деген сөз. 6 сағатты 60-ға көбейтеміз. Сол кезде 360 минут шығады. Демек, 360 минут үлкен ба? 340 минут үлкен ба? Әлбетте 360, яғни мына жағы үлкен екен. 2-ден 1 сағат дейді. 2-ден 1 сағат дегеніміз 1 сағатта қанша минут бар? Мына жақта кіммен салысып тұр? Минутпен ба? Демек, минутпен есептейміз. 1 сағатта 60 минут бар. 60-ды 2-ге бөліп 1-ге көбейтеміз деген сөз. 60 бөлінген 2 көбейген 1. Сонда 30 шығады. 30 үлкен ба? 35 үлкен ба? Әлбетте 35 минут үлкен. 2-ден 1 тәулік. 2-ден 1 тәулік дегеніміз 1 тәулікте қанша сағат бар? Мына жерде сағатпен сөйлесіп тұр. Демек, тәулікті сағатқа айналдырып аламыз. 24 сағат бар. 24-тің 2-ге бөліп 1-ге көбейтеміз. Сонда 12 шығады. Демек, бұл екеуі тең. Мына 2-ден 1 тәулік дегеніміз 12 сағат екен. 12 сағат пен 12 сағат тең болады. 2-ден 1 метр 60 сантиметр. Демек, бұл жерде сантиметрмен салысып тұр. 1 метрде қанша сантиметр бар? 1 метрде 100 сантиметр бар. 100 сантиметрді қаншаға бөліп тұр? 2-ге. Қанша бөлігін алып тұр? 1 бөлігін. Көбейту 1. Сонда 50 сантиметр шығады. 50 сантиметр үлкен ба? Жоқ, 60 сантиметр үлкен ба? Әлбетте 60 сантиметр үлкен. Келесі 1 метрдің 4-тен 1 бөлігі. 1 метрдің 4-тен 1-і, яғни 1-ді бөлеміз 4-ке, көбейтеміз 1-ге деген сөз. 1 дегеніміз бұл жерде сантиметрмен есептеліп тұр. Сондықтан 1-дің орнына біз мына метрді сантиметрге айналдырып аламыз. Ол 100 сантиметр болады. 100-ді 4-ке бөлеміз 25, оны 1-ге көбейттік 25. Кейінгісінде мына жерде 25 шықты. Келесі есепте 50 сантиметрдің 2-ден 1-і дейді. 50-ді 2-ге бөлеміз 1-ге көбейтеміз. 50-ді 2-ге бөліп 1-ге көбейтеміз 25 шығады. Демек, мына екеуі тең екен. Екеуінде де 25 шықты. 4-тен 1 тәулік 12 сағат дейді. 1 тәулікте 24 сағат бар. 24-ті бөлеміз 4-ке, көбейтеміз 1-ге. Сонда шығады 6 сағат. Яғни 1 тәулікте 24 сағат бар ғой. 6 сағат пен 12 сағат қайсы біреу үлкен? Әлбетте 12 сағат үлкен. 4-тен 1 тонна мен 250 килограмм. Килограммен салыстырып тұр. Демек, 1 тоннада қанша килограмм бар? 1000 килограмм. 1000-ды бөлеміз 4-ке, оны көбейтеміз 1-ге. Сонда 250 шығады. Демек, мынау тең екен. 5-тен 1 километр 200 метр деп тұр. Метрмен сөйлесіп тұр. Демек, 1 километрде қанша метр бар? 1000. 1000-ды бөлеміз 5-ке. Оны көбейтеміз 1-ге. Сонда 200 шығады. Демек, бұл жерде тең екен. Түсінікті болса, келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма. Ол 7-ші тапсырма. Сәуленің көршісі Айна 11 жаста. Ал Айнаның апайы 47 жаста. Неше жылдан кейін апайының жасы Айнадан 3 есе үлкен болады деген тапсырма. Тест теңдеу берілген бұл жерде негізі. Бұл берілген мәтінді есепте теңдеу құру арқылы есептеп шығарамыз. Бұны шығартудың ең қолайлы жолы ол теңдеу. Яғни 11-ге қосамыз қанша жылдан кейін? Қанша жыл? Белгісіз. Біліп тұрсыңдар ғой, қанша жыл деп тұрыз. Білеміз ба? Білмейміз оны. Сондықтан оны x деп аламыз. 11 қосылған x деп аламыз. Яғни x жылдан кейін. Екеуінде де бірдей жыл өтеді. X дегеніміз Айнаға да қосылатын жас, яғни жыл, оның апайына да қосылатын жас. X дегеніміз. Екеу тең болу керек. Қалай теңестіреміз? Ол үшін мына жерге де 47-ге де x қосам. Яғни, мысалы, 5 жылдан кейін, я болмаса 10 жылдан кейін деген сияқты мына x дегеніміз мәлім бір жыл. Бір жыл өткеннен кейін Айнаның жасынан Айнаның әпкесінің жасы 3 есе үлкен болады екен. 3 есе үлкен болады. Демек, мына ортадағы теңдік орындалу үшін
Мына айнаның жасын 3-ке көбейтуіміз керек. Себебі әпкесінің жасы одан 3 есе артық болатын жылды іздеп жатырмыз. Енді осы теңдеуді орындап, яғни шешеміз. Осы теңдеудің шешілу жолын анықтаймыз. Ол үшін бірінші мына жақшаны ашуды білетін едіңдер. Сендер бұдан алдыңғы есептерде жақша ашу тәсілімен танысқансыңдар. 3-ті 11-ге 3-ті x-ға көбейтеміз. Сонда 3-ті 11-ға көбейтсек 33, қосылған 3-ті x-ға көбейтсек 3 көбейту x болады. Тең 47 қосу x болады. Осы жерден 3x, яғни 3x, мына x-ті сол жаққа өткіземін. Сонда минус x болады. Тең 47 өзі бойынша жазылады. Оның қасына 33 өткіземін. Минус 33 болады. 3x-тан 1x азайтсам 2x болады. Тең 47-ден 33-ті азайтам. 47-ден 33-ті азайтсам 14 болады. X-ті табу үшін 14-ті 2-ге бөлемін. X тең 7 шығады. Демек 7 жылдан кейін айнаның жасы мен апайының жасының айырмашылығы 3 есе болады екен. Апайы 3 есе үлкен болады айнадан. Тексеріп көреміз. Айнаның жасы 11 еді, 7 жылдан кейін 18-ге толады. Айнаның апайының жасы 47 еді, 7 жылдан кейін ол 54-те болады. Енді қараңдар, 18-де 54-те 18-ге бөлеміз. Айтқан 3 есе деген шыға ма? 3, 24, 4 болады. 3, 2, 24, 54. Демек, дұрыс тауыппыз. 3 есе үлкен екен. 7 жылдан кейін. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма 8-ші тапсырма. 8-ші тапсырмада Арман серуенге шығарды. Тек бір бутерброд алды. Қалғанның бәрі сәуле әкелді. Барлық бутербродты олар өзара бөлісті. Арман барлық бутербродтың 4-тен 1-ін және тағы 3-еуін алды. Ал сәулеге 6 бутерброд қалды. Сәуле барлығы қанша бутерброд әкелген? Шартына сәйкес есеп құрастырамыз. Осы жерде шартында айтылған бойынша, яғни Арман барлық бутербродтың 4-тен 1 бөлігін және қаншауын алды дейді? Және тағы 3-еуін алды. 3-еуін алды. 4-тен 1 және 3-еуін алды. Ал сәулеге 6 бутерброд қалды дейді. Негізі 4-тен 1 бөлігін алғаннан кейін 3 бутерброд және 6 бутерброд қалған екен. 4-тен 1 бөлігін алғаннан кейін. Арман барлық бутербродтың 4-тен 1 бөлігін алғаннан кейін. Демек 4-тен 1 бөлігін алғаннан кейін мына жерде 6 және 3 бутерброд қалғанын біліп алдық. 6 қосу 3 деп ол екеуінің қосындысын тауып аламыз. Сонда ол 9 деген сөз. 4-тен 1 бөлігін алып қойды. Енді арт жағында қаншауы қалды? 4-тен 1-ді алса, демек 4-тен 3 бөлігі қалған. Яғни өзі 4-тен 4 болады. Содан 4-тен 1-ді алып қойды. 4-тен 3 бөлігі қалды. 4-тен 3 бөлігі деген 9 екен бұл жерде. 9-ды 3-ке бөліп, оны 4-ке көбейтеміз. 9 бөлінген 3 көбейген 4. Яғни 9 деген сол 4-тен 3 бөлігін көрсетіп тұр. 9-ды 3-ке бөлсек 3 шығады, оны көбейтеміз 4-ке, сонда 12. Барлығы 12 бутерброд болған. Осы 12 бутербродтың 4-тен 1 бөлігін анықтаймыз. Яғни 12-ні бөлеміз 4-ке, көбейтеміз 1-ге, сонда 3 шығады. Яғни Арман 4-тен 1 бөлігін алды деп айтты жаңа. Демек 3 бутерброд алған. Тағы 3 бутерброд алған, сонда Арман 6 бутерброд жеген. Ал сәуледе өз жалпы 12 еді ғой. Демек 12-ден 6-ны азайтсақ, сәуледе 6 бутерброд жеген. Демек бұлар теңдей бутербродтар жеген екен. Бізге есепті сәл қиындатып берген, яғни логикамызды кішкене іске қосу үшін. Бірақ екеуі де теңдей жепті. Енді бізден сұрап тұр. Сәуле барлығы қанша бутерброд әкелген деп тұр. Сәуле қаншауын алып келген? Біреуін Арман әкелсе, демек сәуле 11 данасын әкелген. 12-ден азайтып тастаймыз Армандыкін, сонда 11 шығады. Сәуленікі 11, мұнаныкі 1 Армандыкі. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма 9-ші есеп. Ауыл мектебін жөндеу үшін әрқайсысында 24 адам бар, 3 құрылыс бригадасы құрылды. Барлық жұмысшылардың 4-тен 1 бөлігі сылақ жұмыстарын жүргізеді. Сылақ жұмыстарын жүргізген жұмысшылардың 9-дан 4 бөлігі сыршылар екен. Қалғандары кірпіш қалаушылар болды. Бригадада қанша кірпіш қалаушы болды? Ауыл мектебін жөндеу үшін әрқайсысында 24-тен. Бір топта бригадада, яғни 24-тен 3 құрылыс бригадасы кетті. 24-ті көбейтеміз 3-ке.
60, 12, 72 болады. Яғни барлығы 72 адам бар екен. 72 адам бар. Яғни барлығы 72 адам бар екен. Барлық жұмысшылардың 4-тен 1 бөлігі сылақ жұмыстарын жүргізеді екен. 4-тен 1 бөлігін тауып аламыз. 72-ні бөлеміз 4-ке, оны көбейтеміз 1-ге деген сөз. 72-ні 4-ке бөлсек 15, 3, 18 шығады. 18-ді 1-ге көбейтсек, яғни 18-дің өзі деген сөз. Келесі 4-тен 1 бөлігі сылақ жұмыстарын жүргізеді. Сылақ жұмыстарын жүргізген жұмысшылардың 9-дан 4 бөлігі сыршылар. Қалғаны кірпіш қалаушылар болды. 9-дан 4-ін анықтаймыз. 18-ді бөлеміз. Сылақ жұмыстарын жүргізетін жұмысшылардың 9-дан 4 бөлігі. 9-ға бөліп көбейтеміз 4-ке. Сонда 18-ді 9-ға бөлеміз 2 шығады. 14 көбейтсек 8 шығады. 8-і сыршылар екен. Сыршылар 8 екен. Қалғандары кірпіш қалаушылар болды. Бригадада қанша кірпіш қалаушы болды? 18-ден азайтамыз сыршыларды, яғни 8-ді. Сонда 10. Қалғандары кірпіш қалаушылар болды. Бригадада қанша кірпіш қалаушы болды? Яғни мына жерде 10-ау болды. Негізі жалпыға сәйкес алатын болсақ, 72-ден 8-ді азайтып тастап анықтаймыз. 72 азайған 8. Бұл жерде болады 66 ма? 64 бола ма? 64. Яғни бізде мына сылақ жұмыстарын жүргізетін жұмысшылардың ішінен қарайтын болсақ 10-ауы, жалпыға бірде қарасақ 64 деп есептеп шығарамыз. Келесі шешу дәл осындай болатын басқа есеп құрастыруларына болады. Осы сияқты құрастырып өздерінің шешуін көрсетулеріне болады. Барлық фигуралардың жалпы ауданын тап дейді. Мына берілген фигуралардың барлығының ауданын табу үшін біз бірінші мыналармен танысып шығамыз. Жалпы ауданын табу үшін бірінші, екінші және үшінші фигуралар. Периметрін де есептеуіміз керек және ауданын есептеуіміз керек. Аудан дегеніміз, яғни ұзындық пен енінің көбейтіндісі деген сөз. Ал қараңдар, бұл жерде 7-ні 9-ға көбейтеміз. Бірінші фигураның ауданы шығады. S тең 9-ды 7-ге көбейтсек, ол 63 см квадрат. Келесі, мына берілген тіктөртбұрыш 8-ді 11-ге көбейтеміз. 88 см квадрат. Ал мынау 2 см квадрат берілген екен. Демек, бұл S тең 4 см квадрат болады. Енді барлығының суретте бейнеленген фигуралардың периметрі мен ауданын есептеу керек. Периметрлерін есептейміз. Периметрін табу үшін мұнаның периметрін жеке өзін анықтаймыз. Бұның периметрі 9-ға 7-ні және тағы 9-ға 7-ні қосамыз. 16, 16-ның 2-і деген сөз ол 32 см. Мұнаның периметрі 8-ге 11-ді қосамыз 19, тағы сондай 19, 38 шығады. Ал мұна, яғни ненің шаршының квадраттың периметрі 2-ден 4-еуі бар. Демек, ол 8 см болады. Барлығын жеке-жеке анықтап шықтық. Енді барлығын жалпы қарастырып шығуға болады. Келесі тапсырма 11-ші тапсырма. 11-ші тапсырмада есепте салыстыр дейді. Салыстыру берілген. Бұл жерде 70-тен 14-пен мына азайтынын орындап көреміз. 17-ден 13-ті азайтсақ, 70-тен 4 шығады. Демек, 70-тен 14 үлкен бола ма? 70-тен 4 үлкен бола ма? Әлбетте 14 үлкен. Мына қосу берілген. 100-ден 13 үлкен бола ма? Жоқ. 100-ден 17-ге 100-ден 55-ті қосқан үлкен бола ма? 100-ден 55-ке 100-ден 17-ні қосатын болсақ, 100-ден 72 болады. Демек, ол оң жағы үлкен деген сөз. Келесінде 80-ден 32 үлкен ба? Жоқ. 80-ден 11-ге 80-ден 19-ді қосқан үлкен ба? 11-ге 19-ді қоссақ 30 болады. Демек, 32 үлкен. Мына 6-дан 5-ті азайтсақ 1 болады. Мына 9-дан 2, мына 9-дан 1 шығады. Демек, мына яғы үлкен болады.
Бүгінгі сабақ осымен тәмам. Сау болыңыздар оқушылар.